Сәлем балақай. Нұрболат ағай бүгін сендерге уәзір мен шал ертегісін оқып береді. Ертеде Сейпін дейтін патша болыпты. Патшаның Мүбәрәк дейтін уәзірі болыпты. Бір күні уәзірі ханға айтыпты: "Ханда 40 кісінің ақылы бар" дейді. 40 кісінің ақылы бола тұра, неге дау болса, жанжал болса бізге жолдайсыз? Өз бетіңізбен неге бітіріп жібермейсіз депті. Сонда патша: "Ханда 40 кісінің ақылы бары рас, бірақ пәлен деген жерде Самар деген шал бар. Сол шалда 40 ханның ақылы бар. Сол шалды мұнда қонаққа шақырып кел" деп уәзірді жұмсапты. Мүбәрәк Самар шалды қонаққа шақырып келіпті. Патша шалға қой сойып, мол дастархан жайып, оның асты үстіне түседі. Мұны көрген уәзірі: "Бұл жаман шалдың қандай қасиеті бар? Жеті руды билеген патшаның құртақандай шалдың алдында ербіліктегені несі?" деп ойлапты. Патша дастархан басында отырып қарияға: "Мен сізге бір құс жіберемін. Сол құсымның екі жақ қанатын жұлып тазалап жібергейсіз" дейді. Қария патшаға қарап: "Уа тақсыр, мен 5-ке 1-ді қосып, 6 қылып азаннан кешке дейін алтын соққанда 32-ге жеткізе алмай жүрмін ау" депті. Уәзір бұл сөздерді естісе де мәніне ойлай алмайды. Арада 3 күн өткен соң патша уәзірін шақырып: "Самар шалға қонаққа барып кел" депті. Уәзір қарияның үйіне келсе, ескі лашықта тұрады екен. Шалдың үсті басы күйе боп от жағып жүреді. Ол уәзірді көріп дастархан жайып, барын алдына тосады. Уәзір әңгіме барысында: "Уа шал, саған сұрағым бар" дейді. Қария: "Сұраңыз" дейді. "Өткенде патша саған бір құс жіберем, сол құсымның екі жақ қанатын жұлып тазалап жібер" деді. "Сол сөздің мәнісі не?" дейді. Қария: "Балам, мен кедей адаммын ғой, күн көрісім қиын. Маған бір қалта алтын берсең, шешіп берейін" дейді. Уәзір бір қалта алтын береді де: "Тағы бір сұрауым бар" дейді. "Сұрай ғой балам" дейді шал. "Сен кеше 5-ке 1-ді қосып 6 қылып азаннан кешке шейін алтын соққанда 32-ге жеткізе алмай жүрмін ау дедің. Сол сөздің мәні қалай" дейді. "Балам, мен кедей адаммын, өзің білесің. Бір қалта алтын берсең, оны да шешіп берейін" дейді. Уәзір тағы да бір қалта алтын береді. Сонда қария оң қолын көрсетіп: "Балам, саусағым нешеу?" дейді. "5 ғой." "Соған бір балғаны қосшы, нешеу болды?" "6 болды." "Ендеше азаннан кешке шейін жұмыс істегенде тапқан таянғаным ішіп жеуіме жетпейді деген сөз ме еді? Ал патшаның бір құс жіберемін, сол құсымның екі жақ қанатын жұлып тазалап жібер дегені сені меңзегені. Ол құс сенсің, екі қанаты дегені сенің екі қалтаң. Қазір ғана соны тазалап сыпырдым емес пе? Енді патшаңа бара берсең болады, әмірі орындалды" депті қария. Сонда барып уәзір Самар қарияда 40 ханның ақылы бар екеніне иланып, басын шайқап қайтыпты. Бүгінге осымен тәмам. Жайлы жатып, жақсы тұрыңдар.